Құрметті оқушылар, сендер біраз ерекше түрде білім алатын боласыңдар. Бұл сыныпта алатын сабақтан ерекше болады. Қашықтан оқу кезінде сенің жаныңда мұғалім де, сыныптасың да болмайды. Сен енді үйде отырып, өз бетіңмен сабақ оқисың. Бұл оқудың табысты болуы бір өзіңе байланысты. Және саған бірнеше ережелерді орындауың керек болады. Компьютер мен смартфон тек ойнау үшін емес, енді оқу үшін керек болады. Сен компьютер мен смартфонды білім алу үшін қолданатын боласың. Олар арқылы сен онлайн сабақтарға қатысасың. Мұғалім ұсынған тапсырмаларды орындайсың, немесе бейне жазба сабақтарды көретін боласың. Қашықтықтан оқу дегеніміз ол үнемі компьютердің алдында отыру деген емес. Қашықтықтан оқу аз мөлшердегі онлайн сабақ және көп мөлшердегі балалардың жеке оқуы. Сен белгіленген уақытта онлайн сабақтарға кіресің, ал қалған уақытта оқулықтың, дәптердің көмегімен жеке тапсырмаларды орындайтын боласың. Ал енді сен онлайн сабақтарға қалай дайындаласың? Саған бірнеше кеңестер ұсынамын. Бірінші кеңес. Мұғалім жіберген сабақ кестесімен таныс. Ата-анаңмен бірлесіп күн тәртібіңді жоспарла. Ұйықтау, тамақ ішу, демалу, онлайн сабақтарға қатысу, өз бетінше жеке тапсырмаларды орындаудың уақыттарын белгіле. Екінші кеңес. Қашықтықтан оқуға қажетті құралдардың дайындығын қадағала. Қандай да бір кедергілер кездессе, ата-анаңнан кеңес сұра. Үшінші кеңес. Оқу орныңды дайында. Оның саған қолайлы оқу орны екеніне көз жеткіз. Онлайн сабақ кезінде сенің іс-әрекетің қандай болады? Мұғалім берген тапсырманы мұқият қара. Берілген тапсырманы ұқыптылықпен орында. Туындаған сұрақтарыңды жазып ал. Сабақ біткеннен кейін мұғалімге жібере аласың. Мұғалім талқылауға шақырса, белсенділікпен қатысып отыр. Саған қашықтықтан оқыту кезінде 5 саусақ ережесін орындауды ұсынамын. Бірінші, қашықтықпен оқуды жауапкершілікпен қабылда. Екінші, мұғалімнің ережелерін орында. Үшінші, мұғалім мен сыныптастарыңмен үнемі байланыста бол. Төртінші, онлайн сабақтарға қатыс және белсенді бол. Бесінші, берілген тапсырмаларды уақытында орында. Құрметті оқушы, сен қашықтықтан оқыту кезінде уақытты басқаруды, өзіңді ұйымдастыруды, өзін-өзі оқытуды үйрене бастайсың. Саған бұл оқуда сәттілік тілейміз. Қош сау болыңдар балалар.